Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қазақша каналдың дамуына үлес қосып жатқан барша оқырмандарға алғысым шексіз. Себебі осы YouTube каналда қазақша контенттер өте аз. Қолдап жатқандарыңызға Алла разы болсын. Жаңадан тіркеліп жатқан оқырмандарға барлықтарыңызға Алла разы болсын. Отбасыларыңызға береке, қуаныш тілеймін. Тек қана жақсылық бола берсін. Аллах тағала сұраған дұға тілектеріңізді аз уақытта көркем түрде хайырымен қабыл ете берсін. Бүгінгі тақырып сонда ерекше, себебі көп адамның көкейінде жүрген сұрақтардың бірі Аллаға қалай тәуекел етеміз. Кез келген істі бастар кезде амалын жасау деген қалай, тәуекел ету деген қалай, сол жайында ашығырақ белгілі бір оқиғалармен бөлісетін боламын. Алланың досы атанған Ибрахим пайғамбарды қауымы қанша ай бойы отын жинап, оны әбден лаулатып сол отқа лақтырған. Ол оттың ыстығы сонша аспандағы ұшып бара жатқан құсты да өртеп жіберген екен. Сол кезде 600 қанаты бар. Әрбір қанаты көкжиекпен таласқан Жәбірейіл періште келіп, көмек қажет пе деп сұрайды. Алладан басқа ешкімнен жәрдем сұрап үйренбеген Ибрахим, сенен ешқандай көмек қажет емес деп жауап берген. Бұл жүрегі Аллаға бекінген адамның жауабы. Бірнеше секундтан соң күлге айналғалы тұрған біліп тұрса да, Алладан басқаға тәуекел етпеу берік иманның көрінісі. Сонда от өшіп қалатындай жаңбыр да жаумады, дауылда тұрып қауымды үйлерімен қоса жұлып алып кетпеді. Оны құтқаратын еш нәрсе болмады. Алайда ол отқа түсіп, Алланың қалауымен одан дін аман шықты. Қауымы бұл жайтқа таң қалып, тіпті мүшірік болған әкесі Азар: «Ей Ибрахим, Құдайың не еткен керемет еді» деді. Алла тағалаға сеніммен бас ұруды үйрен. Алла тағала себебін жасау дегеннің астарында басқа біреуден сұра дегенді меңземеген. Бізге Алланың әмір еткен нәрсесі жағдайымызды қарап, басқа біреуден сұрамай, шама шарқымыз жеткенше амал қылу. Бұл адамның амал мен еңбек етуінің міндеттілігін көрсетеді. Алла тағала басқалардан көмек немесе жаудан қорғауды сұраңдар демеген. Бұл істің себебін жасау болып саналмайды. Негізінде бұл тәуекел қылу. Егер бір нәрсеге қаласаң, шама шарқың жеткенше себебін жасап, Аллаға тәуекел ет. Алла бізге жеткілікті. Алла тұрғанда ешкімнен ештеңе сұрама. Алла тұрғанда басқадан көмек сұрама. Құранды ашып, Фатиха сүресінен бастап, Нас сүресіне дейін қарап шық. Еш жерден Алланың басқадан сұрауды бұйырғанын көрмейсің. Алла тағаладан өміріңдегі майда заттардан үлкен заттарға дейін сұрауды үйрен. Адамнан сұрар болсаң, ол білмейтін дүниең немесе насихат қана сұра. Жүрегіңде титте де шек болмасын. Қандай билік пен мансаптың иесі болса да, бір нәрсе сұрап жатқан адамның сенің жағдайыңа қожалық ете алмайды. Сенің жағдайың тұтастай Алланың қолында. Намаздарыңды жер мен көктердің патшасына еткен зиярат секілді қыл. Барлық нәрсеге шамасы жететіннің алдында тұрғаныңды елестет. Түсініп тұрсың ба? Алла тағала барлық нәрсеге құдіретті. Одан қалағаныңды сұра. Барлық уайымдарыңды, күнделікті мәселелеріңді оқып жатқан намаздарыңда атқарып сал. Азан мен қаматтың арасында мешітте болуға тырыс. Екі бас намаз оқып, керегіңді сұра. Егер намаз оқи алмасаң, қолыңды жайып, шын жүректен сұра. Раббыңнан бақыт тіле, жүрек тыныштығын сұра. Қорқып жүрген мәселелерің болса, оған жалбарын. Құдай саған жеткілікті. Әлдекім үшін қорқып жүрсең, Алладан оны сақтауды сұра. Бір істің нәтижесін күтіп алаңдап жүрсең, Алладан сәттілігін сұра. Дініңді қорғауын сұра. Ризығыңа береке сұра. Нығметіңді арттыруын сұра. Алладан махаббат сұра. Жер мен аспанның патшасы саған бір нәрсені харам еткен болса, оның мүлкінен еш нәрсе артып кетпейді, не кем болып та қалмайды. Егер сынақтардың хикметін түсінсең, жүрегің тыныштықта болар еді. Сынақтар мен қиындықтар сені Аллаға шындап байлайтын нәрселер. Сұрағаның алдыңа айдалып әкелгенін көрген кезде қуаныш пен мақтанышты иманның дәмін сезесің. Алла тағаламен мәмілең өзгеше кейіпке еніп, намазың Алламен байланысатын басты құралың болмақ.